әкеміздің өмірден өткеніне 20 жыл және тірі болған кезде дәл бүгін 23 ақпан күні әкеміз 90-ға толар еді деп әкелерін ардап Құран бағыштап ауыз ашар қасиетті Рамазан айында үлкен сауап алсақ деп әкемізге дұға бағыштасақ деп жайылып жатырған дастархан. Сондықтан бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Және де өткенде 15 күні ауылда Құран бағыштап ас берген болатын. Бұл дастарханда Астанада қаншама ағайынның басын қосып, осындағы жақын жуықтың батасын дұғасын алайық деген ниетте қызы Қарақат пен күйеу баласы Қыдырәлі арнайы дастархан жайып отырған жайы бар. Сондықтан Алла сауаптан жазсын. Мына сарыққан жасыл жайлауын, көрінген белге көшемін, жүгімнің шешсем байлауын, өз үйім, өлең төсегім Серік Ақсұңқар ақын жырлаған Сарыарқаның сары даласында менің әкем 1936 жылы дүниеге келіпті. Ол туған жердің топырағына маңдай терін төгіп еңбек еткен ерекше жан еді. Біз енді Сарыарқа дейді. Сарыарқаның мекендегі Алтай Артықтың баласымыз. Жаңарқаудан деген аудандан сол ауданда ата-бабаларымыз өсілер бейгеге мекен қылған әлі солай. Құран оқытылып, ас беріліп жатқан үлкен кісі Таудай ағамыз. Біз арнайы Қарағандыдан, Жайремнен, Жаңарқадан елден келіп отырмыз. Жаңа айтып кеткендей туған бауырлары боламыз. Ағамыз марқұм жатқан жері жәннаттан болғыр Түлкібай Аманжолұлы бір әулеттің үлгісі. Әкеміз Аманжол мен анамыз Динаның тұла бойы тұңғышы. Анамыз 14 құрсақ көтеріп, түгің ағатайым тұңғышы болса, мен кенжесімін. Арамыз 27 жыл. Бұл жалғанда жетеуіміз тіршілік еттік. 70 жыл біреуге көп, біреуге аз шығар, бірақ ағатайым үшін аз еді. Ауру деген адамды таңдамайды. Bir gün ауырмаған, bir gün ауруханаға жатпаған, bir укол салдырмаған қайран ағам аяқ астынан жұққан дерттен 70 жасында, 70-ке толған жылы жазда о дүниелік болып кете берді. Бірақ ол кісінің жасап кеткен істері, қылған қайрандары, айтқан сөздері, жазып кеткен өлеңдері, өсиеттері, ең бастысы көрсетіп кеткен сара жолы бізге әлі де алдымызда шамшырақ. Ағатайым намыстан жаратылған намысшыл тұлға еді. Қарақаттың фамилиясы Әбілдина. Құлыным Қыдырәлі, сенің осы Қарақатты қолтығынан демеп, осындай біздің жан бауырымыз, Асқар тауымыз, Ағар көліміз, бұлағымыз, Ағатайымды 20 жылдан кейін еске алып, бүгін ораза айында ас беріп жатыр екенсің деп жандарым. Сауаптан жазсын. Мен айтайын, Ағатайым бізге жаңа бауырым айтып кетті, ерекше еді. Біз отырғанда бір үстелден артық 2 үстел болатынбыз. Содан бері 3 бауырым арыстай, әрқайсының орны бөлек 3 бауырдан айырылдық. Қазір енді бүгін мінекей мына өнім ғана келіп отыр, 2 ағамыз ауырып жатыр. Сондықтан Қақат құлыным, бүгін мінекей сенің осы жол әкеден ерте қалсам да, шешеден ерте қалсам да, мен Ағатайымның арқасында арқадай ақыранып
менің жетім екенімді, менің әкемнің жоғын, шешемнің жоғын білдірмей осы дәрежеге жеткізіп кетті. Ағатайым қай жағдайда, қандай қуаныш болсын, қандай реніш болсын, бірінші мені қасына отырғызып алып, кішкентай томпиған тәтем тіккен көрпесі бар. Үйге қандай сыйлы қонақ келсе де бірінші қасына мені отырғызып алып, қасындағы ең тәуірін менің алдыма тосатын. Сөйтіп жүрген ағатайымнан айырылдық, оған да 20 жыл өтіп кетті. Қақатым ол кезде кішкентай ғана балапанмын. Ағатайымның әр баласы біз үшін ерекше, ол салып кеткен жолы, барлық баласын жақсы көреміз. Қақат құлыным, сен елдің адамысың, халық. Сертімен уәдесіне адал жаны, таз еді бұрынғының адамдары. Түлкібайдай әкеге сағыныш қой, ең жып-жылы естелік санаңдағы. Тірі болса 90-ға толар еді, тойдың көркін келдіріп араңдағы. Жаңарқаның беделді азамат ет, еркіндікті сезінген далаңдағы. Арғын Алтай тараған руынан, тектілікті сіңіріп бабаңдағы. Бір кісідей болған мен әншілігі, зоотехник оқуын тәмамдады. Еңбегі көп 5 маршыл ауылына, жол салдырып қажырын моларынады. Әкемізге 16 перзент сыйлат, оны кеш форматы ас болып саналған мен, арасында қол соғып отырыңдар ай. Маңайына шуағын тарататын, ән салып кеші батып таң ататын. Мен бұлдыр атанама той бергенде апамның көріп едім шарапатын. Қызмет қылу інілік парызым ғой, қос дүниенің көріңіз бәрәкатын. Қасыңызда ақ жездем Қыдырәлі, бойына жиған өнер алапатын. Апамды сахнада жарқыратты, әкейдің қабыл алып аманатын. Халық болып қуандық шын жүректен, Ұлытау топ алғанда марапатын. Құдайым аман қылсын деп тілеймін, қазақтың Қыдырәлі. Жаңырға қазыналы қатпарым ғой, қара хат алталашқа мақтаным ғой. Ауапа Айшолпанды таныдың ба, туған күнге келмеген сотқарым ғой. Бала көзден зор үміт күткен құсап, баяғыдан бауырыңда баптадым ғой. Ринат Зайытовтан тәлім алып, өлеңін Олабайдың жаттадым ғой. Апамыз шап деп егер айтпай қалса, ағайын мен шынымен шаппадым ғой. Кешірім сұрау үшін келіп тұрмын, сіздерден артық әпке таппадым ғой. Өзгелердей текірейіп өтіп кетпей, алдыңда тізе бөгіп тоқтадым ғой. Қасиетті Рамазан айы келіп, апамнан кешірім сұрап жатқаным ғой. Апамаған бата бердің өсіп өндеп. Өмірде әр адамның әкесі бар, Түлкібайдай әкеңіз сенде ғана. Ол барда жанарыңнан жырақ қайғы, сөздері сеніміңді қуаттайды. Атамыздың Түлкібай аты тұрғанда, сіздерді ешкім келіп жылатпайды, сіздерді ешкім келіп құлатпайды. Бар әлем сүйсінетін бас қалам бар, Ақорда орнын тапқан астанаң бар. Ұстап жатқан оразаң қабыл болсын, Алланың тура жолынан қашпағандар. Ей, Атырау, Арқаменен Алтайым бар, біріксе алынбайтын тас қамалдар. Ал ендеше оразаң қабыл болып, келдірмей жаман атақ ұрпағымыз, ұлт үшін қызмет етсін жақсы адамдар. Ағайын Айшолпан. Енді Қыдырәлінің ағасы ретінде, Болман ақынның ауылының баласы ретінде, Қыдырәлінің бойында бұл қасиет қайдан келгенін білсек, бүгін жаңа Түлкібай ақсақал мен Қаламқас анамыздың әңгімесін естіп, ұлағатты сөздерін естіген соң,
бәріміз сырт